Халқымызда бір қасиетті сөз бар, әркімнің туған жері Мысыр шаһары дейді. Яғни кезінде Мысыр шаһары қандай көркем болса, әркімнің туған жері сондай көркем деп есептелінеді. Енді менің туған жерім қысқасы қазақтың тарихының табы қалған Іле өңірінің, осы Іле өзенінің бас жағы, қысқасы тарихта, тарихи жазбаларда, кітаптарда, карталарда көрсетілетін Іле өңірі деп аталатын өңір, соның Күнес деген жері. Қысқасы мына Іле өзені 3 тармақтан құралады: Күнес, Қас, Текес деген. Сол Күнес, Қас, Текес осы 3 өзеннің бойы қазақтың ежелгі тарихынан бері жалғасып келе жатқан ұлы мәдениеттің, ұлы өркениеттің ұштасқан жері саналады. Мен соның бір тармағы Күнес өзенінің бойында туылдым. Енді бұл бағана айтқанымда, енді бұл қазақ тарихының табы қалған деген себебі не деген кезде, мен туған өлке қазақтың тарихының ең алғашқы бастауы болған кезіндегі Үйсін патшалығы құрылған жер. Соның хандығы орналасқан жер. Кезіндегі Үйсін күнбилерінің анау Қытайдың қаншадан келін қылып түсірген ұлы өлке. Ал мен туған жер, біз қазақ айтамыз ғой, атты біз ұстағанбыз дейді. Мен туған жер кезіндегі сақтардың мекені. Алғаш рет атты қолға үйреткен сақтардың ұлы өркениетін басталған жерде туылдым. Ал менің туған жерім кешегі ғұндардың, қазақ тарихындағы біздің арғы тегіміз саналатын сол ғұндардың сайгүліктерменен желде есіп, өзінің жерін, елін қорғаған, болашағына осындай үлкен мұра қалдырған сондай өлкеде туылдым. Қысқасы Іле өңірі туралы енді біздің сол енді арғы бет қой, енді Қытай жағы. Таңжар жолдың ақыны айтқаны бар, байқасаң Іле жердің ортасындай, егерде дене болса қолқасындай, тау алтын тас күміс ағашы жез, сулары еркек қойдың сорпасындай деген. Міне сондай мен өскен жер тау алтын тасы күміс ағашы жез өлке. Сол өлкеден бағана айттым, сол Үйсіннен бері таралып келе жатқан қазақтың барлық тарихының әрбір тұсының бәрі мен туған жерде өткен. Мысалы, кешегі Шыңғыс хан дәуірін алып айтатын болсақ, Шыңғыс хан дәуіріндегі Шыңғыс хан кезінде Хорезм жаққа жорық жасаған кезде Талқы деген кезеңнің асып түскен, мен сол кезеңнің астында туылдым. Ол кезіндегі Шағатай ханды кезіндегі Шағатай тілін білеміз ғой, енді Шағатай тілі деген жазуы тілі, сол Шағатай тілі қалыптасқан өңір атақты Алмалық қаласы. Сол жердегі Сұлтан Уайс Мазар Түркістаннан кем соқпайтын. Міне менің бала күнде көріп өскен жерлерім. Сонымен бірге менің өскен жерлерім қысқасы мына тау мен даланың бәріндегі қазақтың ертедегі түркі мәдениетінің шоғырланған өлкесі саналатын. Себебі не деген кезде, сол мен өскен Іле өзенінің Іле өзенінің басып бөлігі жоғары жағы. Сол жоғары жағында Қас пен Күнес, Текес өзендерінің бойында сол жердегі жартас суреттер, сол жердегі басқа да балбал тастар, сол жердегі тарихи орындар, қысқасы біздің тарихымыздың ашылмаған құпиялары. Сондай ұлы өлкеде, сондай жерде туғаныма, сондай жерде ержеткеніме қуаныштымын. Және де мүмкін бүгінгі осы азамат болып жүргеніміз, тағы да басқа дені қоғамдық істерге араласып жүргеніміз, тағы басқа дүниелердің бәрлері сайып келген кезде сол туған жердің, сол топырағының қасиеті де деп есептеймін енді. Өйткені менің өскен жерімде де қазақтың тарихына, қазақтың мәдениетіне, қазақтың әдебиетіне, қазақтың руханиятына үлкен өшпес үлес сіңірген ұлы тұлғалар өсті. Мысалы, кешегі алып айтатын болсам, атақты Саккахи, Шағатай тілінің ұлы ойшылы, кешегі Жамал Қарши мысалға, Алтын Орда дәуірінде ұлы әдебиетші. Мысалы, мен Жамал Қаршидің жерлесімін, екеуміз бір жерде дүниеге келгенбіз. Олар 12-ші ғасырда, мен бері қарайғы 20-ші ғасырдан. Қысқасы мен өскен жерде, ал одан берілген санап айтар болсақ, таусылмас ұлы тұлғалар бар. Кешегі Үйсін дәуіріндегі ұлы күнбилер. Қысқасы енді мен айтайын дегенім, менің туған жерім осындай қазақтың тарихын табы қалған осындай ұлы өлкенің перзентімін. Сол борышты, сол перзенттік парыз арқалап келе жатқан азаматпын. Мен енді бірнеше сала бойынша оқыдым. Мен негізі Қытайдағы негізгі мамандығым заңгер болғанмын. Негізі бітірген мамандығым заң мамандығы бойынша бітірдім. Кейін елге оралғаннан кейін Атажұртқа жеткеннен кейін журналистикасын оқыдым. Қазақ тілі мен әдебиетін магистратурасын бітірдім. Қысқасы филологпын, журналистпін және де заңгермін. Жалпы осындай бірнеше мамандық иесімін. Мен енді бірнеше бағытта жетістігімді атап айтуыма болады. Мысалға, бірінші ең негізгі жетістік мен журналистика саласында. Өйткені мен Атажұртқа келгеннен кейінгі өмірім осы журналистика саласы бойынша өрбіді. Қысқасы мен повестпін. Өзімді осы уақытқа шейін мен ақынмын деп, немесе қаламгермін деп есептемеймін. Мен өзімді повестика саласындағы журналистер осында өзімді жақсы құрметтеймін. Өйткені мен енді қазақ баспасөзінің қара шаңырағы болған Жетісу газетінде жұмыс жасадым. Осы Жетісумен бірге түледім, бірге өстім. Жетісудың 100 жылдығын көрдік. Қысқасы 100 жасаған Жетісудың барлық қасиеті менің бойымдағы журналистикаға деген ынтызарлықты оятты. Журналистика саласында біраз үлкен биікке жеттік. Журналистика салада бірнеше еңбектер жаздық енді. Соның бәрі де бұл бір жетістігіміз. Енді екінші бір жетістігім енді мен енді журналистикамен қатар енді негізі тарих саласына да біраз дендеп кірістім енді. Сол салада өткен енді менің әкем де тарихшы болды.
ол кісі де он қанша кітап жазды. Ол Қытайдағы қазақ тарихы туралы мысалы. Сол жақта Қытай тарихын жазудан үлкен мемлекеттік сыйлыққа дейін алды. Енді оңай емес. Енді ол жерде түркілдестердің сол дәрежедегі сыйлық алған бірден-бір адам сол кісі болды. Енді әкеден қалған қан бар ғой енді. Бала күннен көріп өскен дүние бар. Содан кейін енді қазақ тарихы туралы өйткені бізде осы тарих саласында енді бірнеше үлкен ғылыми жобаларға қатыстым. Ең үлкен ғылыми жобам бұл халықаралық деңгейдегі 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс туралы. Бұда 22 мемлекеттің тарих ғалымдары қатысқан үлкен ғылыми жоба. Енді Қазақстаннан мен қатысқаныма мақтаныш етемін. Жалғыз өзім, соның ішінде Американың болды, Еуропа елдерінің болды, Австриядан болды, қысқасы 22 мемлекеттің белді тарихшылары. Солардың қатарында осы жобаға кіріп, осы тарих саласындағы біраз білімді жетілдірдім. Сол негізінде енді Ұлы Даланың шежіресі деген сияқты, жер мекен деген сияқты тарихқа қатысты кейбір еңбектерім жазылды. Және де қазір Алтын Орда туралы бір еңбегім жазып біттім мысалға. Бұл тарих саласына үлкен жетістіктеріміз. Енді басқа қоғамдық салада, қоғамдық еңбектерге араласып жүру барысында да, енді сонымен бірге тағы бір қырым мен недім, бұл экологиялық саладағы еңбектерім. Бұл экологиялық салада да біраз енді Қазақстанда біраз еңбекке әлгі белгілі бір деңгейге жеткен өзімді журналист ретінде есептеймін. Өйткені мен халықаралық экологиялық қауымдастықтың енді Қазақстан сарапшысы ретінде жұмыс жасаймын. Енді өйткені бұл Қазақстандағы журналистика саласындағы бірден бір адаммын. Енді мен өз салам бойынша енді басқа қауымдастықты айта алмаймын, енді өзім қауымдастығым бойынша. Сонымен бірге енді экология саласы бойынша да үлкен халықаралық ғылыми жоба қорғадым. Енді оның ішінде бүкіл енді әлемдік деңгейдегі жоба бұл. Енді ол жобаны қорғауда, ол жобаны әлемдік деңгейдегі жобаларды жеңіп алу, немесе сол әлемдік деңгейдегі гранттарды қорғап шығу деген ол айта салуға жеңіл шығар, бірақ оңай шаруа емес. Оның бәрі де шашты ағартатын, сананы сан-саққа жүгіртетін. Енді о да менің үлкен жетістігім болды. Өйткені қазіргі күнде сол экология саласы бойынша халықаралық үлкен конференцияларда, халықаралық үлкен тренингтер, семинарлар, солардың үзбей қатысып отырамын. Енді бір жыл болды ғой онлайн бойынша. Енді бұрын енді шетелдерге біраз шықтық, сол бойынша енді Орта Азияны араладық, басқа елдерге бардық. Сол барыста жеткен жетістіктер менің өмірімдегі үлкен жетістігім. Ал ең үлкен жетістігім деген кезде менің ең басты үлкен жетістігім осы ата жұртқа келіп өзімнің азаматтық аз болса да елдің өркендеуі мен дамуы үшін үлес қосып жатқандығымда. Енді менің ең алғаш жазған шығармам деген кезде енді әрбір адамның өзінің шығарма жазуда бір жолдары, бір себептер болады ғой. Мен енді алғаш шығармаға мен енді 5 жас кезімде енді мынау бізде ол кезде қызылша деген ауру болатын. Оның ол кезде мына вакцинасы болған жоқ. Қызылша кәдімгідей шығатын енді. Сөйтіп маған да 5 жасымда қызылша шықты. Үйде сол есеңгіреп мына өлең бойдың бәрі қызылша қаптап кеткен кезінде сол кезде шешем мені қарады енді бір айдай. Сол қарап жатып, соның кітап оқиды, кітап оқып береді, қисса дастандар оқиды, баяғы қыз жібектер, соларды жаттатады. Сөйтіп тұрып ең алғаш мен Қызыл пышақ деген өлең жазған 5 жасымда. Қолыма ұстаған қызыл пышақ деп келетін. Өйткені ол кезде не дегенде біздің балалық шағымыз енді коммунистік идеяның кейбір соқпақтарымен өткендіктен біз қызыл деген дүниеге өте құмар болғанбыз. Кейбіреулер сұрайды, сіз ең алғаш не қызыл пышақ деген әңгіме өлең жаздыңыз? Өйткені қызыл пышақ өткенде біз бар нәрсе, дүниедегі қызықтың бәрі, қуаныштың бәрі, жетістіктің бәрі қызыл деп ойлайтынбыз. Бірақ енді сол ең алғашқы өлеңім сол болды. Ал енді ең алғашқы туындым 1991 жылы 17 жас кезінде мынау Қытайда шығатын Синжан газет деген газет бар. Сода шықты 12 және 26 күні қыс деген өлеңім. Содан кейін енді Қытай жақта баспасөзде көптеген дүниелерім жарияланды. Оның ішінде ғылыми еңбектерім бар, журналистік еңбектерім бар. Өзім де газеттерде істедім, өзім де журналда істедім. Негізі ол жақта ғылыми еңбектерім көп жарияланды. Журналистика мына публистика саласы емес енді. Оның елге келгеннен кейін енді ары қарай журналистикамен кетіп қалдық. Әр адамның енді өзі үлгі тұтатын адамдар болады ғой енді. Мысалы енді біреу Абайды үлгі тұтамын дейтін шығар, біреу Мұхтар Әуезовті үлгі тұтамын десе, бірақ біздің енді әдебиетке келуімізге үлгі болған бірден бір адам мен екі адам атар едім енді. Ол біреуі менің осы әдебиетке келуіме үлгі болған Қажымар Шабданұлы. Бұл Қытайда мүмкін аты жөнін естисіздер, қылмыстан үлкен роман жазған, тағдырлы, өте тағдырлы жазушы. Енді оның біз бала күнімізде 1986 жылы 11-12 жас кезімізде соның қылмыс романының алғашқы бірінші томдары шыға бастады. Біз сол кезде сол жастанып жатып оқыдық. Мен өз басым сол қылмыс романының өзін енді кем деген 30 рет оқыған шығармын. Ал содан кейін барып біз соған қарай бейімделе бастадық. Ал одан кейін біз енді орта мектепте университет қабырғасын мен Қытайда оқыған кезде бізде енді ол кезде үлгі тұтқан адамымыз негізі Қытайдың Лу Шүн деген атақты жазушысы болған. Бұл Қытайдың жаңа заман әдебиетінің негізін қалаған адам. Кезінде Нобель әдебиет сыйлығын алмаған екеуі болған, біреу Толстой, біреу Лу Шүн. Енді ол Лу Шүннің әңгімелерінің аударма әңгімелері, Лу Шүн кейін қытайша әңгімелерін оқыдық. Енді оның әңгімелері жақын болды. Одан кейін біздің көп
негізгі үлгі тұтып әлгі әдебиетке бейімделгеніміз осы 2 адам болды. Ал одан кейін де өзіміз Абайды оқыдық. Бізге енді осы сол кезде біз мына университет қабырғасында жүрген кезде және де орта мектепте жүрген кезде осы Қазақстан ақын жазушыларының ол шақтағы еңбектері өте тапшы болды. Менің қолымда әзір 25 том естелік кітап бар жазылған сол кездегі. Мысалы, осы Мұқағали Мақатаевтың кезіндегі анау Сәкен Иманасовтар бар, Қадыр Мырзалиевтер бар, кейін мына Тұманбай Молдағалиевтер бар. Енді айта берсек көп қой, Фариза Оңғарсыновалар. Міне осылардың еңбектері ол кезде бізде кітап жоқ болатын, бұлардың кітап жетпейтін, даңқы жететін. Содан әйтеу кейін осы жақтан өтіп келіп кетіп жүргендер солардың кітаптарын апарып, сол кітаптарын біз студент кезімізде көшіріп алып, сол көшіріп оқитынбыз соның бәрін. Жалықпай көшіріп. Міне осы адамдардың бәрі енді біздің біраз әдебиетке, өнерге қарай бейімделуімізге себеп болды. Қысқасы бізді әдебиетке әкелген Қажығұмар Шабдан болатын. Енді өмірде әр адамның өз миссиясы болады ғой енді. Ал менің өзімнің негізгі өмірлік басты миссиям мен өзім қолға алған шаруамды ары қарай жалғастыра беру. Қысқасы мен бұрын енді Қытайда жүрген кезде енді саясат жағына біраз араластым. Енді арасында 20 жастар кездерімізде біраз енді лауазымды жұмыстарды атқардым. Кейін мен өзім Атажұртқа оралып шекарадан алғаш өткен кезде мен бұл салада болмаймын, енді руханиятпен кетейін деген өзімді сондай шешім қабылдаған болатынмын. Ал содан бері енді осы елге келгеннен кейін міне 15-16 жылдың ішінде осы руханияттың қазанында қайнадық. Руханияттың қазанында еңбектеніп келе жатырмыз. Енді менің негізгі миссиям не деген кезде өзім өмір сүрген ортаны, өзім өмір сүріп жатқан ортадағы адамдарды, және де өзім өмір сүріп жатқан қоғамның көзқарасын, түсінігін, пайымын жалпы өз тұрғымда қалыптастырып, осы бір дәуірде өзім қанша жас жасаймын, қанша уақыт кішкене қалам ұстаймын, сол дәуірдегі өзімнің шеңберімді жасап кету. Негізгі миссиям менің осы. Осы арқылы ғана үлес қосу. Басқа ешқандай миссиям жоқ. Мен енді тарихты төңкеріп тастаймын, немесе дүниені өзгертіп тастаймын деген үлкен мақсатым жоқ менің. Өзім жасаған қарапайым ортадағы қарапайым істерді, қарапайым өркениеттерді, қарапайым жетістіктерді, және де өзім сезінген дүниелерді, өзімнің ұлттық бағыттағы соны ұрпаққа қалдыру жолындағы еңбектер жасасам деген негізгі миссиям осы ғана менің. Атаққа да ақшаға да аса қызықпайтын адаммын. Мысалы, мен ақшаға да аса құмарланбаймын, бірақ та осы уақыт ішінде ақшадан кенде болып көрген жоқпын. Өйткені Алла тағала өзі береді дейді. Әкем айтатын, ниетің қалай болса, пейіліңе сай дүние береді деп. Сонымен бірге бізге әкем мына бір нәрсені үйреткен. Әлгі берекесіз 50 сомнан, енді сол сом дейтініміз, берекелі 5 сом артық дегенді бізге үйреткен. Сондай енді әкемнен қалған көп нақыл сөздер бар бізде. Бізге айтып кеткен өмірлік тәжірибесінен. Соның ішінде мысалы ақша туралы айтқан кезде берекелі 50 сом, берекесіз 5 мың теңге, 5 мың сом артық, көп байлыққа. Енді бірақ байлықсыз емеспін. Құдайға тәуба әзір. Жоқ жітікті емеспін, жетіспей жатқан жерімде жоқ. Енді ол ақша, ақша туралы олай көп қызығып та кетпеймін. Тек қана тұрмысыма жететін, өміріме азық болатын ақшам болса болды. Соны ары қарай жалғастыру, және де оны жоспарды жүргізу. Ал атақ даңқ дейтін болса, атақ даңққа да аса қызықпайтын адам, бірақ та атақ даңқтан да құралақан емеспін. Атақтың талайын алдым. Енді ол менің атақ құмарлығым емес, оның маған берілген енді маңдайыма сыйған бақ шығар. Бірақ мен осындай деңгей алдым, осындай атақ алдым деп мақтанатын адам емеспін. Біреуге шатынатын адам емеспін. Бірақ енді әлеуметтік желіде өзімді өзім мен парақшаларымды бөлісетін шығармын. Бірақ атаққа аса құмар, ақшаға да құмар адам емеспін. Алла тағаланың берген сыйы маңдайыңа қалай сый беріледі, ол солай болады. Мысалға, бір нәрсені қусаң жете алмайсың. Ал қашсаң құтылатын дүниелер болады. Мысалы, атақты қанша қуғаныңмен жете алмайтын атақтар болады, саған бұйырмаса. Ал енді қанша артынан түспесең де саған бұйырылған дүние болатын болса, ол ешқайда кетпейді, бір күн келеді. Менің нем жоспары, менің негізгі бағытым осы. Ал бірақ осы бағыт бойынша Құдайға тәуба, атақтан да кенде емеспін, ақшадан да кенде емеспін. Дәл қазіргі арман не деген кезде, қысқасы қазір ойлап отырғаным денсаулық. Өйткені осы кейінгі жылдардағы ең басты проблема, ең басты мәселе не деген кезде денсаулық мәселесі болды ғой. Адам мақсатына жету үшін де, биікке жету үшін де, бәрі ойлаған арманына жету үшін де, бағытын жалғастыру үшін де, немесе артын із қалдыру үшін де не керек? Бірінші денсаулық мәселесі керек. Оның сол мәселенің ең керемет дүние екенін біз енді сезіндік. Сондықтан егер денім сау болса, аман есен болсақ, алдағы жоспарлап қойған ұлы дүниелер бар. Солар ақырындап жоспар, рет, бағыт бойынша атқарыла береді. Ал енді денсаулық жоқ болып, ал ол жағынан белгілі бір қиындықтар туындап жатса, ойлаған арманда, бағыттаған дүниеміздің бәрі де
жел күшіп кетуі мүмкін. Сондықтан бәріңізге денсаулық тілеймін, денсаулығыңыз мықты болсын. Сол денсаулықты аялайық.